Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен Қайрат Нұртастың «Сені сүйемін» әніне гитарада разбор жасайтын боламын. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді бұл әннің аккордтарына келетін болсақ, қазір мен сіздерге баресі және баремен көрсететін боламын. Жалпы бұл ән өзі 3 аккордтан тұрады. Біріншісі айым, дем және и аккорд. Осы 3 аккордтан тұрады. Біріншісі айым, бірінші саусағымыз бірінші латтың екінші шегінде тұрады. Ал екінші саусағымыз екінші латтың төртінші шегінде тұрады. Ал үшінші саусағымыз сол екінші латтың үшінші шегінде тұрады. Одан кейінгі келесі дем. Анаға бірінші саусағымыз бірінші латтың бірінші шегінде, ал екінші саусағымыз екінші латтың үшінші, ал соңғы үшінші саусағымыз үшінші латтың екінші шегінде тұрады. Ал енді соңғы е аккордына келетін болсақ, онда жаңағы бірінші саусағымыз бірінші латтың үшінші шегінде, ал екінші саусағымыз екінші латтың бесінші, ал соңғы үшінші саусағымыз екінші латтың төртінші шегінде тұрады. Бұл жаңағындай тура айым сияқты, просто үстіне қарай тура солай көтерілесіздер. Ал енді бареге келетін болсақ, баре бұл жерде бесінші латта, үшінші саусақ бесінші латта, ал соңғы төртінші саусақ төртінші шекте тұрады. Одан кейінгі дем. Дем бұл жерде екінші саусақ, ал екінші шекте тұрады. Бареден кейінгі, одан кейінгі үшінші саусақ бұл төртінші шекте, ал соңғы саусағымыз үшінші шекте тұрады. Ал енді соңғы аккордымыз бұл баремен жетінші латқа көтерілесіздер. Бұл жерде екінші саусағымыз бесінші, ал үшінші саусағымыз төртінші, ал соңғы саусағымыз екінші. Ал енді қағысына келетін болсақ, бұл жерде екі рет төмен, екі рет жоғары, екі рет төмен жоғары болып кете береді. Қайталаймыз. Ақырын. Ал енді жаңағы үйренген аккордтарымызбен осы әнді айтып көреміз, куплетін және қайырмасын. Сосын бұл жерде мен каподастр қолдандым. Енді әркімге қалай ыңғайлы, солай әр ыңғайлы латты қоюға болады. Мен мысалы 5-ші латқа қойдым. Сені сүйемін
Ал достар, бүгінгі видео сіздерге ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.